Ғалымдар Шоқан Уәлихановтың артында алған бай мұрасын зерттеуде соны ізденістердің бар екенін айтты. Бұл орайда Шоқан ізімен халықаралық экспедициясы кезінде табылған ғалымның тың еңбектері кітап болып жарық көрді. Басылымдарда да жарияланған. Алматыдағы ғылым ордасында қазақтың біртуар ғалымы, тарихшы, этнограф, шығыстанушы Шоқан Шыңғысұлының туғанына 185 жыл толуына орай ғылыми конференция өтті. Іс-шара аясында Шоқан Уәлиханов атындағы Алтын Емел мемориалдық музейінің қорынан жылжымалы көрме ұйымдастырылды. Онда ғалымның еңбектері мен құжаттары, фотосуреттері, өзі қолданған тұрмыстық заттары қойылған. Көрмеде сондай-ақ саяхатшының Қашқар сапарына барғанда ұстанған тапаншасы мен қайыс белдігін көруге болады. Шоқан Уәлиханов небәрі 30 жасында өмірден озған. Сүйегі Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы Шанханай ауылында жатыр. Жылжымалы көрменің мақсаты жаңағы Шоқан Уәлихановты ғылыми мұраларын насихаттау мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Бұл жерде біз алып келген көрмеде Шоқанның өзінің пайдаланғаны, отбасы пайдаланған және қолжазбалары және өзінің ата-бабалары туралы мәліметтерді ұсынамыз.